Бәріне сәлем, бүгінгі сабақта біз ядролық физиканы өтеміз. Сендер білесіңдер, атомның ортасында ядро бар екенін, иә, мынау. Сондықтан біз атомның не екенін кішкене еске түсіріп кетейік. Мынау не? Бұл Менделеев кестесі, бұл жақта 100-ден аса табиғатта кездесетін элементтер көрсетілген. Негізі элемент ол атом ғой, кәдімгі. Бұлармен танысыңдар деп ойлаймын. Соның ішінде мысал ретінде литийді алып қарасақ, мынау Резерфордтың ұсынған атомның моделі. Именно литийдікі бұл. Қарасаңдар, бұл жақта 3 электрон бар, қара шариктар, 3 қызыл түсті протондар бар, және 4 нейтрон бар. Электрон мен протонның саны бірдей болу керек. 3, мысалы литийда. Жақсы. Атомның ортасында ядро орналасады, оны білесіңдер. Вот. Негізі протонды да, нейтронды да бір сөзбен нуклон деп айтуға болады. Екеуін бір сөзбен нуклон деп айтуға болады. То есть нуклон саны қанша бұл жақта? 7. Вот, мысалы Менделеев кестесіне қарайтын болсаңдар, кез келген элементтің негізгі 2 саны бар. Мысалы көміртекте 12 және 6, оттекте 16 және 8 деген сияқты. Мысалы литийда бізде қараңдар 7 және 3 деген негізгі 2 сан бар. Обычно үлкендеу сан ол бізде А деген әріппен белгіленеді. Оның аты массалық сан, және ол бізде протон мен нейтронның жалпы санын көрсетеді. Немесе нуклон санын көрсетеді, иә? Себебі мына екеуін нуклон деп айтамыз ғой. Ал астындағы кішкентай сан 3 деген, ол Z деген әріппен белгіленеді, және оның аты реттік номері деп аталады элементтің. Ол бізде протонның санын білдіреді. Немесе электронның санын. Білесіңдер, протон мен электрон бірдей екенін. Ал егер Адан Z-ті азайтатын болсақ, нейтронның саны шығады. Мысалы, литий үшін 4-ке тең нейтронның саны. Бұл нәрселер кез келген элементке орындала береді. Түсінікті деген ойдамын. Нуклон деген нәрсені түсініп алайық. Енді мынау есепті шығарып көрейік, қаншалықты түсінгенімізді тексеру үшін. Мысал ретінде айтады, нейтрон санының протон санына, нейтрон санының протон санын Z деп белгілейміз. Осының А, Б, С, Д, Е үшін осыларды тауып шығу керек екен, және ең үлкенін тап дейді бізге. Мысал ретінде А вариантын алып көрейік. А вариантында бізде нейтрон саны қанша? Алдыңғы слайдта айтқандай, нейтрон санын табу үшін, мынау негізі нейтронның санын табу үшін Адан Z-ті азайтуымыз керек. Демек, мына жақта қараңдар. Адан Z-ті азайтуымыз керек. А минус Z бөлінген Z, Амыз бізде 4, Z 2, мына жақта 2. Демек, бұл бірге тең. А вариант үшін. В вариант үшін де тексеріп көрейік. Қараңдар, не істейміз о жақта? Нейтронның протонға қатынасын табу үшін 23-тен 11-ді азайтып, 11-ге бөлесіңдер. Ол жақта 12 бөлінген 11 шығады. С вариантында қалай? 232-ден 91-ді азайтып, оны бөлесіңдер 91-ге. Д вариантында не істейсіңдер? Д вариантында 127-ден азайтасыңдар 53-ті, бөлесіңдер 53-ке. Е вариантында жаңағыдай 7-ден 3-ті азайтып, 3-ке бөлесіңдер 4 бөлінген 3 шығады. Мына жақташы 47, 60, 74, 74 бөлінген 53. Мына жақта қанша шығады? 100, 109, 142 бөлінген 91. Меніңше, кажется, мынау ең үлкені. Солай ма? Өзің тексеріп көрдің, мыналарды салыстырықшы. Калькуляторда бөліп па? Меніңше, ең үлкені С варианты болып тұр. Келесі. Енді біз атомды еске түсірлік деп ойлаймын. Енді ядролық физикамызға оралайық. Ядроға оралмас бұрын мен тамшылармен сендерді таныстырып кетейін. Білесіңдер? Мынау тамшы. Егер тамшы өте кішкентай болса, жанында тағы да кішкентай тамшы болса, олар үлкен болуға тырысады, қосылады. Ал егер үлкейе берсеші, до конца үлкейе бере ма бізде шексіз тамшымыз? Жоқ. Ол не істейді? Үлкейіп, сосын ажырауға ұмтылады. То есть кішкентай тамшылар бірігуге ұмтылады, ал өте үлкен тамшы ажырап кетуге ұмтылады. Тура сол сияқты ядролар, айтпақшы, мен айтқым келген нәрсе, атомның массасы бар ғой, массалық сан 7 деген. Немесе Менделеев кестесінде
массалық сандар көрсетілген, бордікі 11 почти. Оның барлығы негізі атомның массасы деп аталғанымен, бүкіл атомның массасы ядрода жинақталған. Мысалы, бізде атомымыз бар ғой, бұл массасы мысалы литийда 7 болса, мына жақта 6,99% ядрода жинақталған, қалғандары электрондар. Негізі электрон массасы 0 деп алуға болады, егер протонмен салыстыратын болсақ. Электронның массасы протонның массасынан немесе нейтронның массасынан, кстати, нейтron мен протонның массасы примерно бірдей, олар өзара тең, примерно бұл 2000-ға тең. То есть электрон 2000 есе жеңіл, өте жеңіл. Так что мынау массалар, бұлар атомның емес, ядроның массасы деп айтсақ та қателеспейміз, түсінікті ғой. Енді, мысалы, хлордың массасы 35 екен, 35-4, йодтікі 127 жуықтап алғанда. Көріп атқандарындай нуклондардың саны әртүрлі, негізі нуклон саны деп айтсақ та болады. Жаңа мен тамшыны көрсеткен себебім, ядролар үлкейе берсе, тамшы сияқты бөлініп кетеді. Мысалы, өте қатты үлкен емес, йод деген, соның өзінде достаточно ауыр ядроға жатады, бірақ бұдан да массасы 200-ге тең ядролар бар. Мысалы, қараңдаршы, радийді қараңдар, мысалы 226 дейді. Франция дегендер, мысалы 200-ден асып кеткендер, олар өте ауыр ядроларға жатады, және олар бөлініп кетуге бейім. Олар бөлінгісі кеп тұрады. Мысалы, мына графикте не көрсетілген деп сұрайтын болсаңдар, мынау графикте горизонталь ось бізде ядролардың массалары, 22, 24 деген. Ал мынау бізде сол ядролардың байланыс энергиясы. Байланыс тұратын, тартылып тұратын. И қарасаңдар, бастапқыда ядролардың байланыс энергиясы аз. Сосын қандай да бір моментте, мысалы 56 деп қойыпты мына жақта. 56-шы массасы бар элементте бізде ең көп екен, мынау несі? Байланыс энергиясы. Почти 8,5 ба сонда, 8-ден асады мына жақта. Примерно бұл темірге сәйкес келеді. То есть, естеріңде болсын, ең тұрақты элемент, ең тұрақты ядро, ол темірдің ядросы. Феррум, мысалы 56 деп тұр ғана графикте. 56 дегеніміз, мына жақта таусаңдар, ол бізде негізі темір болу керек еді. Мына жақта темір көрсетілмеген ба? Феррум деген. Мін тұр ғой, мін темір, 56 примерно. Ол бізде ең тұрақты элементқа жатады. Жаңа тамшылар айтты ғой, кішкентай тамшылар бірігуге ұмтылады, үлкендер ыдырап кетуге ұмтылады. И значит, бір идеальный бір размері бар тамшының. Соған бәрі ұмтылғысы келеді, тамшы сияқты, кішкентай тамшылар. Остается круглой и небольшая капля. Кішкентай тамшылар соған ұмтылады, үлкендер тоже соған ұмтылады, ыдырап. И идеальный тамшымыз біздің ядролардың ішінде ол феррум. Ал одан ауыр болып кеткен соң, қараңдар, феррумнан ауырлары, ол мына жаққа қарай, солдан оңға қарай ядролар ауырлай береді, және төмен қарай тоже ауырлай береді, білесіңдер. И феррумнан үлкендердің барлығы ауыр ядроға жатады, былайша айтқанда. И олар примерно ыдырауға бейім. Тура сол сияқты кішкентайлары да бірігуге бейім. Олар да тұрақсыз деп айтуға болады. Түсінікті нәрсе ғой. И осы аналогиямызды айтпақшы мен айтып кететін нәрсе, ядро бөлінген кезде, баған айттым ғой, үлкен ауыр ядро бөлінеді. Бөлінген кезде ол не только кішкентай ядроға пайда болады. Еще бөлінген кезде одан энергия шығады, электромагниттік толқын, әртүрлі зарядталған бөлшектер шығады, элементар бөлшектер. Оларды айтып өтеміз қазір. Мысалы, примерно на видеоға қарасыңдар, түсінесіңдер. Мынау бізде уран деген зат. Уран деген тоже ауыр ядроға жатады. Егер уранның тасын алып, зерттейтін болсақ, Вильсон камерасын мен алда айтатын болам, бірақ мына видеоға қарап кетейік. Примерно түсіну үшін, что ыдырау кезінде мынау тас бар ғой, радиоактивті уран. Оның ішінде элементтер ауыр, и олар ыдырайды бір уақыт өткен сайын. Бәрі бірдей емес, біртіндеп ыдырайды, и ыдырау барысында одан мынау көрсеткендей бөлшектер бөлінеді. Осы видеоны қарайық. Радиациясы бар, счетчик Гейгера ғой, алда айтамыз әлі.
люминесценция болады. Ішін ылғал қылады. Көріп жатсыздар ма балалар? Ураннан ұшып шығып жатыр. Мынау камера бар ғой өзі сондай. Ішінде қаныққан бу бар, и ядролар ұшқан бөлшектер ұшқан кезде соның ізін қалдырады. Бу ұшып барады ғой бөлшектер. И оның артында самолеттің ізі сияқты будан жасалған іздер қалады. То есть бұл камерамыз радиацияның траекториясын көрсетеді, короче. Енді примерно бұл болмаған кезде біз көрмейтін едік, бірақ ол болатқан нәрсе ғой. И көру үшін осындай құрылғы қолданамыз. Примерно осылай ұшады. Ішіндегі радиоактивті бөлшектер ыдырап жатыр. Ыдыраған моментте тағы да басқа элементар бөлшектер, сәулелер ұшып шығып жатыр жан-жаққа қарай. И осылар өте қауіпті негізі, радиация бар ғой. Түсінікті деп ойлаймын. Ең алғашқы радиоактивті элемент, ең алғашқы радиоактивті зат ол бізде уран болып табылады. Менделеев кестесінде ол 92-ші элемент болып табылады. Уранның түрлері көп, 238 бар, табиғатта көп кездесетін 235 бар, бомбада қолданылатын деген сияқты. И ең алғашқы бұл радиоактивті құбылысты ашқан ғалым ол Беккерель. Беккерель ол бізде, кстати, радиоактивтің активтілігін Беккерельмен өлшейміз, соның құрметіне берген. Ол не істеген? Беккерель алған, 19 ғасырда ма, 20 ғасырдың басында ма алған уран тасын, ол жерден қазып алынады. Таза уран емес, қоспа түріндегі уран. И оны фотопластинка деген зат бар. Егер фотопластинкаға электрон бөлшектер или жарық түсетін болса, онда із қалдырады ол қарайып. Егер уранды алып қараңғы бөлмеде, да, жарық жоқ бөлмеде, уранды алып фотопластинканың үстіне қойсаң, ода із қалады. Даже если уранды қара қағазға орап қойғанның өзінде, фотопластинканың жанында тұрған кезде, фотопластинкада із қалған. Демек, ураннан шығатын жарық па, бөлшек па, сондай толқындар деп айтсақ болады, радиоактивті сәулелер, ол қағаздан өтіп кетіп жатыр деген сөз. Мысалы, рентген сәуле қағаздан смело өтіп кетеді ғой, тіпті біздің денемізден өтіп кетеді. Сол сияқты радиоактивті сәулелер де қағаздан өтіп, фотопластинкаға түсіп жатыр. Сол кезде Беккерель ойланған, демек бұл рентген сияқты бір заттар шығарады ғой, бұл тас деп, даже қағазды тесіп өтеді деп ойлаған. И қараңғыда қараған кезде бұл уран айтпақшы жасыл болып көрінеді, люминесценция пайда болады. Вот. Ары қарай ураннан бөлек тағы да басқа радиоактивті заттар бар. Оны Мари Кюри деген әйел физик, химик, уранның рудасынан торий, полоний, радий деген радиоактивті бөлшектерді, новый атомдарды ашқан. Мысалы ретінде радий, полоний сияқты элементтер ураннан мыңдаған есе радиоактивті, олардан да радиоактивті заттар ғой, короче. Негізі Мари Кюри туралы біраз айтып кеткен жөн болар еді. Ол не только өзі, екеуі бірге жұмыс істеген. Сосын күйеуі қайтыс болып кетті, бірақ өзі 2 рет Нобель сыйлығын алған. 2 рет алған Нобель сыйлығын алған адамдар негізі өте аз. Еще бұл бірінші болып әйел болған, да, еще бірінші болып әйел адам 2 рет Нобель сыйлығын алған, біреу физика, біреу химиядан. Ол бізде сол радийді ашқан, өте көп еңбегі сіңірген. Мына фотода қараңыздаршы, Кюри, оның күйеуі Пьер Кюри, досы, үшеуі радиоактивті элементті зерттеп жатыр. Мына фотопластинка болуы мүмкін, жарқырап жатқан. Вот. Бұлардың атын ұмытпаңдар, ОБТ-да келуі мүмкін теориялық сұрақ ретінде. Енді әрине бізде мысал ретінде радиоактивті сәулелерді жаңа көрсеттім ғой, мына жақта. Бөлшектер. Бұларды зерттеу керек. То есть әртүрлі радиоактивті бөлшектер шығады, бірақ оның құрамын зерттегісі келген адамдар. Вот алғашқы құрамын зерттеген ғалым, ол бізде мынау крокодил. Кім екенін білетін шығарсыңдар уже, егер атомдық физикамды қараған болсаңдар, бұл адамның атын білесіңдер. Бұл бізде Эрнест Резерфорд. Резерфорд
как раз осы радиоактивті ыдыраудың радиоактивті сәуленің құрамын зерттеген. Мысалы Ньютон білесіңдер ғой, ақ жарық келіп жатқан кезде күннен или там ақ жарық келеді ғой, вот соны 7 түрлі түстен тұратынын білген ғой. Не арқылы? Призманы, стекло призманы алып ақ жарыққа қойған, и ақ жарық өткен кезде одан 7 түрлі түсті қызыл, көк, жасыл деген түстерге бөлініп ыдыраған. И ол сол кезде ойланған, ақ жарық негізі ақ емес, ол сол 7 түрлі түстің қосындысы деп жіктеген да ақ жарықты. Тура сол сияқты ураннан или радиоактивті заттардан шығатын сәулелерді құрамын зерттеу үшін бір прибор қолданғысы келген ол. Ол не істеген? Уранның рудасын алған радиоактивті, ол жан-жаққа қазір радиоактивті бөлшектерді шығарып жатыр, бірақ сыртында қорғасынмен қоршаған бұлай. Қорғасын бізде көп деген радиоактивті сәулелерді жұтып алады, шығармайды сыртқа. И тек қана алдын ғана ашып қойған, то есть алды ашық болған, қалған жерінің барлығы қорғасынмен жабылған. И бүкіл радиоактивті бөлшектер, сәулелер мына жаққа қарай шыққан. Мына жақта бізде фотопластинка тұрған, и барлығы бір точкаға кеп түскен. И оны ол ажыратамаған да, как бы қайсысы ішінде нелерден тұратынын білу үшін ол не істеді? Ол тура сол фотопластинкаға түсерден алдын сол сәуленің бойында магнит орналастырды. Бұндай магнит емес, әрине күшті магниттерді орналастырған. И білесіңдер, сендер мына тақырыпты еске түсіріңдерші, магнит өрісі және де Лоренц күші деген не бар сол жақта, тақырып өтіп қойдық. Лоренц күші. И енді қараңдар, сәуле шығарда мынау сияқты барлығы бір точкаға түспеген. Мына фотопластинкада олар үшке жіктелген. Бұлай ортаға түскен и оңға қарай кеткен. Егер Резерфорд мына жақтан қарап тұрсақ деп елестетсек, онда түзу кететін сәуле болған ішінде, бірақ сонымен қатар солға кеткен сәулелер болған, бұлай қарай, солға қарай. Сонымен қатар оңға қарай кеткен сәулелер болған, және тіке кеткен сәулелер. Үшке жіктелген, сәуле. Ньютон жарықты бөлген сияқты, бұл Резерфорд магнит арқылы радиоактивті сәулені үш түрлі линияға бөлді. Не үшін ол бөлінді деп ойлайсыңдар? Даже Резерфорд болмасаңдар да, сендер бұны примерно түсінулерің керексіңдер. Магнит болмаса барлығы бір точкаға жиналады. Ал егер магнит орналастырса, онда ыдырап кетеді. Демек, магнит өрісі оған қалай да бір әсер етіп жатыр. Қалай деп ойлайсыңдар? Енді еске түсірейік, N деген полюс, мынау S деген полюс. N-нан S-қа қарай бізде өріс бағытталады, B деген, магнит өрісі. Ол бізге көрінбейді, бірақ ол бар. Ол біздің радиоактивті сәулелерімізге әсер етеді. Демек, мынау сары сәулеміз бар ғой? Былай қарайық. Сары сәулеміз ол тіке кету керек еді, магнит болмаса. Бірақ ол солға қарай бұрылды. Демек, ол бөлшек дейміз ба, не дейміз, шығып атқан сары сәулелерге солға бағытталған күш әсер етті. Енді осы жақта Лоренц күшін еске түсірейікші. Лоренц күші не дейді? Егер магнит өрісінде B деген мысалы зарядталған бөлшек келіп жатса, мысалы оң заряд болса, былай қарай қозғалып атқан, онда оған әсер ететін күш сол қол ережесімен анықталады. Енді формуласын білетін шығарсыңдар, Лоренц күшінің B, V, Q деген, бірақ бұл жақта бізде бағыты маңызды. Сол қол ережесі бойынша сол қолымызды былай қоямыз деген сияқты. И сол қолды осылай қойған кезде, алақанға B кіру керек. 4 саусағымыз оң зарядталған бөлшектің жылдамдығымен сәйкес келу керек, V-мен. Ал ашылып тұрған бас бармағымыз бізде Лоренц күшін көрсету керек. Вот как раз демек сары шығып атқан бөлшектерімізге оңға бағытталған күш әсер етеді. Ол как раз Лоренц күші болып табылады. Қараңдар. Сары бөлшектерге Лоренц күші әсер етіп жатыр оңға қарай. Магнит өрісі алақанға түсіп жатыр. Демек, бұл зарядтың бағыты тіке былай кетіп жатыр. Демек, бұл оң зарядталған. То есть, осылайша, мынау сары бөлшектердің біз оң плюс зарядталғанын біле аламыз. Бұл сары бөлшектердің фотопластинкаға түскен кезде, ортасынан ауытқып, бұның зарядын оң екенін Резерфорд білген. Ортадан түскен сәуле ешқандай ауытқымаған. Демек, оның заряды жоқ, 0-ге тең. Себебі ол ауытқымады ғой, оған Лоренц күші әсер еткен жоқ. Демек, заряды жоқ, Q0, демек F-та 0 деген сияқты. Енді, ал еще оңға бұрылған зарядтаршы деп сұраған.
значит оңға бұрылды, то есть солға емес оңға бұрылды, демек бұл бөлшектердің заряды минус болады Лоренц күшіне сәйкес. То есть и бұларға ол үшеуіне ат берген Резерфорд. Оң зарядталған бөлшектердің ағынын ол альфа бөлшек деп атаған, ешқандай заряды жоқ ауытқымаған бөлшектерді ол гамма сәуле деп айтаған. Енді заряды жоқ ол сәуледа демек. Ал оңға қарай ауытқыған бөлшектер ол бета бөлшектер. Байқасаңдар, бета бөлшекті мен екеу салып көрсеттім. Негізі бета бөлшектің линиясы фотопластинкада бір точка емес, былай битіп жайылып кеткен сызық сияқты көрінеді. Себебі ол жақта бета бөлшектердің жылдамдықтары әртүрлі болуы мүмкін. Жақсы. То есть солайша бізде Резерфорд мынау бөлініп жатқан сәулелердің құрамын былайша айтқанда жіктеп берді бізге. То есть бұл жақта и бета бар екен, альфа деген, и гамма деген сәулелер шығатынын ол көрсетіп берді бізге. Енді осы сәулелерге тоқталып кетсек, толығырақ альфа бөлшектің заряды плюс дедік қой, бірақ нақты айтқанда оның заряды плюс 2 еге тең. Е деген бұл жақта элементар заряд қой, қаншаға тең еді? 1/6 көбейтілген оның минус 19 дәрежесі кулон, я? Элементар плюс 2 элементар зарядқа тең, альфа бөлшектің заряды, ал массасы 4 МАБ-ға тең. Ну, МАБ деген не десеңдер, 1 МАБ ол 1/6 7 көбейтілген оның минус 27 ма, сондай килограмм. Өте кішкентай салмақ. Енді атомдарды битіп өлшемегеннен гөрі бұлай өлшеген ыңғайлы. Сол үшін мысалы альфа бөлшектің массасы 4 деп айтамыз. Бета бөлшек ол бізде заряды оның минус 1 элементар зарядқа тең. Минус екенін жаңа көрсеттік қой мына жақта. Иә? Себебі оңға ауытқыды. Ал ешқандай заряды жоқ, ол бізде гамма сәуле. Бұл бөлшек емес, сәуле деп аталады. Кстати, бета бөлшектің массасы 0-ге тең. Жуықтап алғанда. Гаммада заряд да масса да 0-ге тең. Вот. Одан да толықтырып айтатын болсақ, альфа бөлшек негізі ол гелий. Мына 4 пен 2. Енді қараңдаршы, даже бұны қарамай-ақ айтуға болар еді. Қараңдар, заряды 2, Z 2-ге тең, массасы, яғни Асы 4-ге тең. Ол қандай элемент деп сұрайтын болсаңдар мына жақта. Массасы 4-ге тең, мына жақта көрінбей қапты. Массасы 4-ге тең, ал заряды 2-ге тең. Қараңдар, гелий. Бірақ ол гелий атом емес, гелийдің несі? Гелийдің ядросы болып табылады. Гелий ядросы ол тура сол альфа бөлшек қой. Ал бета бөлшек, қараңдар, заряды минус, массасы почти жоқ. Ол бізде электрон болып табылады. Заряды минус қой электрон. Ал гамма сәуле ол бізде жай ғана фотон, электромагниттік толқын жай ғана. Бірақ жиілігі өте жоғары. Естеріңде ма? Электромагниттік шкалада бар еді ғой. Радио толқын, көрінетін жарық, ультрафиолет, рентген, сосын гамма тұратын еді соңында. Вот сол гамма осы ядролар ыдыраған кезде пайда болады. Енді, кстати, бета бөлшек электрон дедік қой. Ол электронның жылдам электрондар. Жай қозғалатын электрондар емес, олар өте жылдам, яғни релятивисті жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын электрондар бұл бета бөлшектер. Енді өту қабілеті туралы айтатын болсақ, альфа бөлшек өте төмен өту қабілеті. Яғни альфа бөлшек бағана тастан ұшып шықты ғой, и олар көп ұзамай тоқтап қалады. Қағаз бар ғой, кәдімгі парақ дәптердегі, содан да өте алмай қалады. А вот бета бөлшектер одан өтеді, бірақ оны алюминий несі тоқтатады. Алюминийден жасалған, мысалы машинадан өте алмайды ол, машинаның темірінен деген сияқты. А вот гамма сәуле өтіп кетеді бойынан. Ол гамма сәулені тоқтату үшін оған қалың қорғасын керек. Қорғасының ішінде ол жайлап тоқтайды. Вот сондай. Ең қауіптісі бізде гамма сәуле деп ойлауымыз мүмкін, себебі ол любой нәрседен өтіп кетеді, үйде тығылып отырсаң да өтіп кетеді мысалы. Бірақ негізі олай емес, гамма сәуле адамнан да өтіп кетеді. То есть адамға әсері почти болмай қалады. Вот альфа бөлшектер, хоть олар алысқа бармайды, бета бөлшекті тоже, я. Бірақ оларды жұтатын болсаң, ішіңе кірсе олар, вот сен рак боласын, өлесін. Көп жұт қойсаң әрине. Жақсы. Мына видеоны қайта-қайта көргім келе береді ше. Әдем түсірген, е?
альфа, бета, гамма бәрі шығып жатыр қазір. Соны тіркейтін құралдар. Вообще негізі радиоактивтілікті тіркейтін құрал керек қой. Радиоактивтілікті білу үшін бір заттың радиоактивті екенін, ол үшін счетчик, то есть счетчик емес, бір құрылғы керек. Мысалы кернеудің бар екенін білу үшін бізде вольтметр керек қой. Сол сияқты радиоактивтілікті бар болғанын білу үшін бізде арнайы детекторлар бар. Біріншісі ең көп тараған ол Гейгер счетчигі. Бағанағы видеода, сонымен қатар мына видеода да Гейгер счетчигін даже дауысы сендерге өте таныс деп ойлаймын. Тық деп тұрады ғой. Қазір қараңдаршы. Бұл жақта не бар? Бұл видеода банан бар, стекло бар, анау арақтың ішінде болатын. Және анау бұрынғы заманғы тарелка. Еще анау тас тұр, Тасты көріп тұрған жоқсыздар ма? Бұл уран тасы. Geiger counter. Banana, uranium marbles, uranium ore, Fiestaware plate from the 1930s. Let me move that. Background radiation. Couple of clicks, nothing. Banana. Not really. Marbles. Жоқ екен, Little bit radioactive. Uranium ore. Мынау уран уже. Уранның тасы, қоспасы бар, уран. И ол уже Гейгер счетчигі тық деп уже тіркеп жатыр, Кстати, әрбір тықылдаған ол бір бөлшектің тіркегені ғой. Бұл счетчик деп аталады, санағыш. Бұл счетчик арқылы біз біртіндеп есептей аламыз ғой, әрбір бөлшекті. Fiestaware plate. $200 microsieverts per hour every time it beeps. Не үшін қараңдаршы, тарелка. Ең қауіптісі тарелка екен. Бірақ қазіргі заманда тарелкаларыңды лақтырмаңдар терезеден қазір көріп алып. Бұл бұрынғы заманғы тарелка. Бұрында адамдарда хит болған. Стекло, терезелерге, ыдыстарға уранның қосқан. Сон қосатын болса, краскаға, мысалы, әдем болғанда, хұрып материал жақсарған сапасы. Бірақ сосын барып қауіпті екенін білгесін, оны қазір қоспайды. Қазіргілер ондай емес. Бұл 1901 нәрсесінші жылғы тарелка ғой. Құрамында өте көп уран бар сияқты да, радий да бар сияқты. Жақсы. Екінші құрылғы өте кең таралған популярный, ол Вильсон камерасы. Вильсон камерасы, жаңа мен видеода көрсеттім ғой мына жақта. Қайта көрдік қой осы видеоны. Мынау негізі современный Вильсон камерасы. Қарасаңдар, бұның ішіне су құйды, қараңдар. Таза су, өте таза су. Дистилляцияланған. И оны наған жауып қояды. Не үшін бұлай істеді? Қараңдар, жауып қойды ғой. Таза су ішінде ол буланады, испарение болады, бірақ шығамайды. То есть біраз уақыттан соң бұл заттың ішінде не пайда болады? Бу молекулалары, қаныққан бу молекулалар пайда болады. Ылғалдылық өте жоғары бұяқта. Ылғалдылық мынаның ең алғашқы Вильсон камерасы. Вильсон деген адам өзі алғашқы жасап шыққан моделі ғой мынау. Ішінде буланады, мына жақта су құйып буланады. Ішінде ылғалдылық 100%-дан көп. Былай айтып қойықшы, 100%-дан көп деп жазып қойық. Негізі 100%-дан көп болу мүмкін емес еді ғой ылғалдылық. Егер шын өмірде олай мүмкін емес, 100%-дан асамайды ылғалдылық. Қаныққан бу деген тақырыпты еске түсіріңдер бұл нәрсені түсіну үшінші. Мұдың ішінде 100%-дан көп, яғни бу, газ тәрізді бу, суға айналу керек 100-ден асса. Аспау керек ол. Бірақ бұның ішінде 100-ден асып тұр. Бұл суға айналайын десе, бірақ тап-таза да просто. Су да тап-таза, іші да тап-таза, вакуум іші. Ешқайда су молекулалары бүйтіп жиналып тамшыға айналамайды. Айналу үшін какой-то бір қоқыс керек, бір мусорка, кішкентай шаң тозаң керек. И вот сол шаң тозаңның рөлін сырттан келген радиоактивті бөлшектер атқарады. Мынаған қараңдаршы, мынау Вильсон камерасының прототипі ғой, кішкентай.
Қарайық. Тоже камера. Жарық, чтоб көру үшін. Свет. Үстінде америциум. Ол бізде радиоактивті элемент. Тоже уран сияқты. Қараңдар. Көрдіңдер ма? Не болып жатыр? Енді бұны прям түсіндіретін болсам, былай ғой. Ішінде тоже су буланған. Ішінде ылғалдылық 100%-дан көп. Вильсон камерасының принципі қаныққан бумен жұмыс істейді. Ішінде қаныққан бу. Аса қаныққан бу деп айтады оны. Аса қаныққан бу. Бу неге жиналу үшін не керек? Америциумнан шығатын бөлшектер бар ғой, көзге көрінбейді, бірақ ол шығып жатыр. Вот солардың жолында булар жинала бастайды суға. И артынан жиналып із қалдырады. Трек қалдырады. Не үшін мынаны сығып, не үшін қараңдаршы, грушамызды резиновый мыжып жіберіп қалған кезде ғана пайда болып жатыр. Бұл да бір физика негізі. Қазір көресіңдер. Грушаны бүйтіп сығып тұрады да, жіберіп қалады. И сол кезде ғана көрінеді ғой анау бөлшектердің трекі. Не үшін? Себебі қараңдар, мынаны қысып жіберіп қалған кезде өте қысқанға қараған кезде, жіберген кезде, қараңдаршы, бүкіл бөлшектердің несі көрініп отыр. Көрдіңдер ме? Бөлшектердің жолдары ғой. Бұл негізі әрқашан шығарып отыр, америциумнан үздіксіз шығып отыр. Бірақ моментін тіркеп отыр да, іздерін. Анау сығып жіберіп қалған кезде өте тез ұлғаяды да, ішіндегі булар. Ал өте тез ұлғайған кезде адиабаталық процесс болады. Адиабата кезінде жұмыс жасалады ғой, яғни ұлғайып жатыр. Анау тез ұлғайды, грушамыз, газда тез ұлғайды ішіндегі. Соның арқасында ішкі энергия азайып жатыр, демек температура төмендейді. Температура төмендесе салыстырмалы ылғалдылық артады. Ылғалдылық артады, аса қаныққан буға айналады. Бу суға тамшыға жиналайын десе, мусор жоқ. Тек қана радиоактивті бөлшектердің ғана жолында мусорлар пайда болады, сол жақта жиналады. И солайша із пайда болады. Солайша момент фото сияқты ғой, мгновениясын жолын түсіріп жатыр. Адиабата бұл жақта да керек екен. Бұл Вильсон камерасының миниатюрный моделі. Өте күшті негізі. Кванттық бөлшектерді тіркеп жатыр. Мынау енді үлкен моделі, бұл бірінші болып жасалған деп айттым, я. Жақсы. Енді радиоактивті бөлшектер біз айттық қой бағана, ыдыраған кезде тамшы сияқты үлкейіп ауыр ядролар бөлініп кеткен кезде қосымша мыналар уже білеміз. Альфа бөлшек екен, бета бөлшек, уже біз бұлардың не екенін білеміз. Нейтрондар да бөлінеді, протондар да бөлінеді, еще гамма сәуле да бөлінеді. Жақсы. И олардың бөлінген кезде әртүрлі түрлері бар бөлінудің. Радиоактивті элементтер, яғни альфа, бета, гамма бөлшектерді шығару барысында басқа элемент қайналады. То есть, мысалы, бізде басында бір радиоактивті уран ба бір зат болды делік, және ол альфа ыдырау кезде, альфа ыдырау деген не еді? Ол гелий ядросы еді ғой. Сондықтан альфа ыдырау кезде міндетті түрде реакцияның нәтижесінде осындай нәрсе жүру керек. Гелий 4,2 деген. Соның нәтижесінде бір басқа бір элемент пайда болады. Бұл әрине тұрақты болуы мүмкін. Мысалы, тұрақсыз еді ғой. Себебі ол ыдырап кетті, я? Альфа ыдырау пайда болды. И нәтижесінде басқа бір элемент пайда болады. Бұны ядролық реакция деп айтамыз. Ядролық реакция дейді. Химиялық реакцияға ұқсас, бірақ одан да оңай. Ядролық реакцияда екі заң орындалу керек. Бірінші заң ол массаның сақталу заңы. Масса сақталады. То есть, реакцияның алдында, реакцияның соңында массалар сақталу керек. Және де заряд сақталу керек. Зарядтың сақталуы орындалу керек. Сақталады. Осы екі заң арқылы біз негізі осындай сұрақтар келген кезде беймарал шығарамыз. Негізі өте оңай, қараңдар. Мысал ретінде массасы А ғой енді. Мына жақта 4. Нәтижесінде бір элемент пайда болады мынандай. Оның массасы уже 4-ке азаю керек. Чтобы сақталып қалу үшін. Яғни қараңдар, мен не айтқым келіп отыр.
реакцияның сол жағы, яғни реакцияның алдында, реакцияның соңында массалары мына жақта қараңдар а болып тұр. Ал оң жағында 4 және де мынау а минус 4 екеуін қосатын болсақ, оң жақта сол жақта мыналар қысқарады да аның өзі қалады. Түсінесіңдер ма? Ядролық реакция кезінде масса сақталып қалу керек. Сол сияқты заряд та сақталып қалу керек. Заряд бізде ол z деген әріп еді. Мына жақта z бар, сол жағында. Мына жақта 2, мына жақта z минус 2. Егер оң жақ пен сол жақты салыстыратын болсақ, 2 мен z минус 2-ні қосатын болсақ, мына жақта қысқарып, z-тің өзі қалады. Яғни заряд та сақталып қалды. Бұған мысал келтірсем, қазір түсініктірек болады. Қараңдар, мысал ретінде магний 23,14 деген, білмеймін, сандар осындай ма? Нәтижесінде альфа ыдырауға ұшырады дейік. Альфа ыдыраудың болу үшін міндетті түрде мынау нәрсе жүру керек. Нәтижесінде басқа бір элемент пайда болды. Не пайда болды? Білмеймін пока что. Бірақ оның массасы мен зарядын білуіме болады. ОБТ-да сендерге осындай сұрақ келуі мүмкін. Қараңдар. Реакцияның сол жағы, реакцияның теңдігі, оның сол жағында 23 тұр, мына жақта 4 тұр, демек мына жақта қанша тұру керек? Сол жақта 23, оң жақта да 23 болу керек. 4-ке қандай санды қоссақ 23 болады? 19-да. Демек бұл жаңа пайда болған элементтің массасы 19 екен. Ал заряды 14 еді. Нәтижесінде альфа ыдырауда мына жақта 2 пайда болды. Демек сол жақта 14, оң жақта 2 плюс 12 болу керек, чтобы 14 болу үшін қосындысы. Демек бұл осындай бір элемент. Бұл қандай элемент деп білмеймін, қандай екен, Менделеев кестесінен табуымыз керек. Менделеев кестесіне элемент іздеген кезде сендер міндетті түрде мынаусына емес, реттік нөміріне қарайсыңдар. Реттік нөміріне, аз санына. 12 деген қай зат ол? 12 ол, келсінше магний екен ғой. Мен қателесіп кеттім, не? Короче, 12 магний екен ғой. Мен ладно, магний пайда болады делік. Нәтижесінде. Бұл да магний болсын. Енді қате болып қалды. Менен қате жазғам себебі 23 пен 14 емес. Бұл магний емес болу керек демек. Осындай. Түсінікті ғой. Енді мынаны оқып көрейік. Альфа ыдырау кезінде ядро массасы 4 мабға азаяды. Дұрыс қой. 4 болса, демек мынау 4-ке аз болу керек, чтобы сақталып қалу үшін. Ал заряды 2 элементар зарядқа азаяды, жаңа пайда болған элементтің. Нәтижесінде пайда болған жаңа элемент Менделеев кестесінде 2 қадам кесте басына қарай жылжиды. То есть басында магний болып тұрды ма мысал ретінде? Мысалы магний 12, 23 болып тұрды ма? Альфа ыдырау кезінде жаңа пайда болған элементтің несі қандай болады? Мына жақта 19 болады, мына жақта 10 болады. То есть 10-ші элементке қарай жылжыды. Мынаған қарай. Неон пайда болды. Түсіндіңдер ма? Альфа ыдырау кезінде бір қадам и екінші қадам жүретін кезде жоғары шығамыз уже, екінші қадам. Көресіздер ма? Неон пайда болды. Тура сол сияқты бета ыдырау кезінде бета ыдырау не еді ол? Электрон еді ғой. Электронды, мысалы, қандай да бір радиоактивті зат бета ыдырау кезінде міндетті түрде мынау нәрсе жазылу керек. Электрон бөлініп шығу керек. Нәтижесінде қандай элемент пайда болу керек? Мынандай, оның заряды, чтобы заряд сақталып қалу үшін мына жақта z болып тұр, мына жақта -1, демек мына жақта z плюс 1 болу керек. Егер z плюс 1 мен -1 қосатын болсаңдар, қайттан z болады, дұрыс па? Массасы өзгермейді, а болып тұр, себебі электрон массасы жоқ, яғни а 0 плюс а болып тұр. Ал z-іміз мына жақта -1 плюс z плюс 1, бәрібір z-тің өзі қалады. Заряд сақталып жатыр. Короче, жаңадан пайда болған затымыз, мынау кезінде ядро массасы өзгермейді, аның өзі қалды, бірақ заряды бір элементер зарядқа артады. Міне, z плюс 1 болды. Нәтижесінде пайда болған жаңа элемент Менделеев кестесінде бір қадам кесте соңына қарай. Яғни, мысалы, магний ыдыраса, мына жаққа жазып қойыншы магнийдің реакциясын. Магний 12, 23. Нәтижесінде бета ыдырау барысында -1, мына жақта 0, не пайда болады? X. Мына жақта қандай z қандай болу керек мына жақта? 12, мына жақта -1, демек мына жақта 13 болу керек, Ал H
А23-тің өзі болады. Яғни 13-ші элемент пайда болу керек. То есть бұл алюминий пайда болу керек. То есть магний бета ыдыраса, ол алюминийге айналады. Білесіздер ма? Уже бір зат екінші бір затқа айналып жатыр. Бұл негізі чудо ғой. Негізі бүкіл физиктардың арманы болған мынандай. Бұрынғы заманда Ньютонның кезінде мынандай бір ғылымның бөлігі болған. Алхимия деген. Химия емес, алхимия деген. Оның мақсаты простой заттардан, темір, қорғасын сияқты заттардан алтынды жасап шығару болған. Сондай түсінік болған. Бірақ сосын ғалымдар түсінді, олай мүмкін емес екен. Бірақ қайтадан осы нәрселер ашылған соң, оказывается, ол мүмкін екенін да түсінді. То есть қазіргі заманда қорғасыннан анау ускоритель частиц бар ғой, адронный коллайдерлерді. Ол жақта қорғасыннан алтын жасауға болады. Обычный дешевый қорғасыннан алтын жасауға болады. Осылай элементтер бір-біріне айналады. Химияда ешқандай бұндай нәрсе болмайды. Химияда тек қана қосылады заттар. Мысалы, магний мен оттек магний оксидін береді. Бірақ магний басқа затқа айналып кетпейді, сол магний қалады. Ал ядролық реакцияда магний басқа затқа айнала алады. Более құнды затқа мысалы. Айтпақшы, мына жақта не көрсетілген? Бұл 9-шы сыныптың физикасы Закировадағы. Кстати, біз бағана айттық қой. Бета ыдырау нәтижесінде элемент бір қадам кесте соңына қарай жылжиды. Альфа ыдырау нәтижесінде жаңа элемент екі қадам кесте басына қарай жылжиды деген заттар, ол Содди заңы деп те айтады оны. Просто естеріңде болсын, может кеп қалу мүмкін. Содди деген ғалым, Резерфордпен бірге оқушысы ма сондай, ол осы заңды ашқан, типа негізі простой заң ғой. Хорошо. Енді гамма сәулеге келейік. Гамма сәуледе білесіңдер, заряды да жоқ, оның массасы да жоқ. Ол жаңа пайда болған элемент, массасы да заряды да өзгермейді. Тура сондай болады. А, Z болады. Тек ядродан фотон шығумен жүретін процесс. То есть просто мынау зат гамма сәуле шығарса, тура сол затқа айналады, тек қана кішкене энергиясы азаяды деп айтсақ болады, как бы. Жақсы. Енді мынау есептерді шығарып көруімізге болады әрине. Шығарып көрсек те болады. Өткен нәрселерімізді қамтып пысықтап кету үшін мына есептерді шығарып көрейік. Қараңдар. Бор 15, бор изотоп нейтрондармен атқылағанда пайда болған ядродан бөлшектер бөлінеді, альфа бөлшектер бөлінеді. Осы реакцияны көрсетіңіз дейді. Қараңдар, альфа бөлшектер бөлінеді дейді. Бор изотопын, изотоп деген элемент деген сияқты, нейтрондармен атқылайды. То есть бұған нейтрон қосылады. Нейтронның, кстати, заряды, протонның заряды да бар, массасы да бар ғой, а вот нейтронның массасы бар, заряды жоқ. Онда астында 0, үстінде 1 болады. Осылай атқылаған кезде нәтижесінде не пайда болады екен? Альфа бөлшектер бөлінеді. Альфа бөлшектер, яғни гелий ядролары бөлінеді. И тағы бір нәрсе пайда болу керек. Вот осындай реакцияны іздеп көрейікші 12-де. Так, вроде В-ға сәйкес келіп тұр. Қараңдар, бор нейтронмен атқылады, литий пайда болды, и альфа бөлшек тоже бар. Қалғандары менше кемейді. Қалғандарында қате. Жақсы. Енді 13-ке қарайық. 13-те бериллий ядросын альфа бөлшектермен атқылағанда бір нейтрон ұшып шығуымен қатар пайда болатын изотоп дейді. Так, бериллий массасы 9 заряды. Альфа бөлшектермен атқылағанда бір нейтрон ұшып шығуымен қатар пайда болатын изотоп. То есть нәтижесінде бір нейтрон ұшып шығады дейді. 0 мен 1. И қандай зат пайда болады? Енді обычно бізде енді массаның сақталу заңын қарайық бірінші. Мына жақта 9, мына 1, демек мына 8 болу керек. Мына 4, мына 0, демек мына 4 болу керек. Осындай бір зат пайда болады. Ол қай затпен сәйкес келеді? Қарап көріңдер. Мен дұрыс оқымаппын, балдар, кешіресіңдер. Бериллий 9 және 4. Альфа бөлшекпен атқылайды. Мен көрмей қаппын ғой. Альфа бөлшек бар екен еще атқылаған кезде. И нәтижесінде нейтрон ұшып шығады. Қандай зат пайда болады дейді. Енді қарайық. Массаның сақталу заңына сәйкес, мұнда 9, мұнда 4, 9 плюс 4, мына жақта 1 плюс қанша болу керек?
Так, бұл қанша болу керек? Мына жақта x ойланайық. Мына жақта 13, демек мына жақта 12 болу керек. Енді астыңғы сандарды қарап көріңдер. Астыңғы сандарда 4, 2, демек мына жақта 4 қосылған 2 бар. Мына жақта 0 плюс мынандай. Бұл 6 болу керек. Бұл бізде не? Бұл бізде мынау ғой. Көміртек. Екінші сұрақ. Негізі бұл сұрақтар кішкене маңызды емес деп өткізіп жүрмеңдер. Просто шынығайық, бірге. Радиоактивті изотоптарды шығарып алу жолдары. Не істеуге? Радиоактивті изотоптарды шығару үшін біз нейтронмен атқылаймыз. Осыны естерінен шығармаңдар, негізі С болады, бүкілі болады негізі С. Бөлшектермен мынау емес. Нейтрондармен атқылауға болады. Гамма сәулемен немесе альфа бөлшектермен разница жоқ. Үшіншісі сұрақ. Ядролық реакцияны толықтырыңыз дейді. Енді толықтыру үшін біз не істейміз? Жақындатуымыз керек, Қараңдар. Мынау жақындатсаң жазылмайды екен ғой. Жарайды. Мұнда қараңдар, көрініп тұрған шығар 9 бар. Мына жақта 9, мына жақта 12, мына жақта 1, демек сол жағында 13, мына жақта 9, демек мынау 4 болу керек. Үстінде 4 деген сан тұру керек. Астында қараңдар 4, мына жақта 6 ғой, 6 мен 0-ді қоссаң, демек мына жақта 2 болу керек. Бұл үстінде 4, астында 2 деген бір зат. Ол бізде негізі альфа бөлшек қой. Естеріңде ма? Гелий ғой бұл. Альфа бөлшек. Біз төртінші сұрағымызға келсек, ядролық реакцияның екінші өнімін анықтаңыз дейді. То есть қараңдар, мына жақта 4, мына жақта 1, мына жақта 14, 1, 14, мына жақта да 1 болу керек. Чтобы сақталып қалу үшін 7, 0, мына жақта 6, мына жақта 1 болу керек. То есть астыда үстіде 1. Ол не зат? Ол бізде протон ғой негізі. Протон. Так, 5-ші сұрақ. Ядролық реакцияның екінші өнімін анықтаңыз дейді. Қараңдар, үстінде 14, мына жақта да 14 и 1 бар мына жақта. То есть оң жағында 15, мына жақта 14, тағы біреу керек, біреу. Так, астында 7, мына жақта 6, 7, то есть оң жағында 7, сол жағында да 7 болу керек. Демек, 0 болу керек. Асты 0, үсті 1, ол бізде нейтрон. Ядролық реакцияның екінші өнімін анықтаңыз дейді тағы да. Мұнан қараңдар 14, 4, яғни 18 болды. Мына жақта демек 17 тағы біреу керек. Астында 7, 2, 9 болды. Мына жақта да біреу керек. Бұл бізде қайтадан протон. Не оңай болып кетті. Жарайды, 7-ні тастап кетейік. 8-ді көрейікші мақұл. Или 7-ні көре саламыз ба? Ладно, 7-ні көрмей ақ қойық. 7-де, кажется, альфа бөлшек болады. 7-де сондай болады. 8-де реакцияның белгісіздің бөлшегін тап дейді. Қарайық. 32 және А. Жарайды, теңдеуін жазайық. 32 плюс А дейді. Оң жағында 32 плюс 1 дейді. То есть 33. Значит, мынау 1-ге тең. А 1-ге тең. Қайсында 1-ге тең? Астына қарайық, жарайды. Мына жақта 15, мына жақта Z. Мына жақта 15, мына жақта 1. То есть оң жағында 16, мына жағында 16 плюс Z. Значит, Z бізде 0-ге тең. Значит, асты 0, асты 0, үсті 1. Ол не? Асты 0, үсті 1, нейтрон қайтын. Примерно сонда есептер, қиын емес негізі. Сондай, короче. Жарайды. Мынаны қарап көрейікші. Литий 8,3 деген изотопы негізі жетеді ғой. Значит, 8 болса, литийдің изотопы деп аталады. Литийдің бір бета ыдырау, то есть жазып қойық литий, сарыны. Литий 8 және 3. Бета ыдырау дегеніміз не еді? Бета ыдырау, ол бізде электрон, минус 1, 0. То есть бета ыдырау болады, бір бета ыдырау, және де тағы бір альфа ыдырау. Альфа ыдырау дегеніміз ол бізде гелий 4,2 еді. То есть тағы да гелий бар еще, неқта 4,2 деген. Нәтижесінде қандай элемент пайда болады дейді. Бұның енді несін білуіміз керек, массасын. Қарайық, мына жақта 3. То есть енді массаны сақталу заңы бойынша массаға қарасақ, онда бізде сол жағында 3 тұр, оң жағында минус 1, 2, және де А белгісіз. Жоқ, бұл Z деді де. Бұл қазір мен зарядтарды жұмыс, бұл зарядтар екен ғой, заряды. Астындағы сандар заряд деп аталады. И плюс Z. Z қаншаға тең?
қараңдар, -1, 2, z ол сонда бізде 2-ке тең болу керек. Z-іміз 2-ке тең екен. Ал массасы шы? Массасын қарайық. Үстінде 8, сол жағында 8, мынау 0, 4, және де белгісіз А. Вот А-мыз демек 4-ке тең болу керек. Демек, қараңдар, бұл зат X деген үстінде 4, астында 2 болу керек. Бұл бізде не? Бұл бізде гелий ғой, альфа бөлшек қой. То есть бұл жауабы альфа бөлшек екен. Екіншісі, полоний дейді. 216 полоний, 2 рет полоний, және 84. Екі тізбекте альфа ыдыраудан кейін түзілген полоний ядросы қандай? Бұл жақта келсінше қараңдар, басында бір зат болған, AZ деген. Бұл ыдыраған 2 рет альфа бөлшек. 2 рет альфа бөлшек болған. То есть гелий 4 екеуден 2 рет жазасыңдар. Нәтижесінде полоний пайда болды дейді. Полонийдің бізде массасы 216, ал заряды 84. Енді Z-іміз қандай болу керек? 2, 2, 84. Қосып жібересіңдер. 88 болу керек. Z 88 екен. А-шы 4, 4, яғни 8, 216. 224 болады. Значит, бұл мынандай бір элемент 88-ші номердағы 224 деген массасы бар. деген массасы бар. Іздеп көрсек те болады, не Менделеев кестесінен ше 88-ші элементті. Ол бізде радий екен, өте радиоактивті, бұл негізі тұрақсыз радий пайда болады екен. Жақсы, бұл радий екен. Түсінікті деген ойдамын.